Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін 7-ші дәріс экотуристік нысандардың маркетингі мен брендинг. Енді бұл тақырып өте күрделі тақырып деп айтуға болады, оңай тақырып деп айтуға болады. Енді дәрістің мақсаты мен міндеттері студенттерге туристік нысандардың маркетингі мен брендингінің теориялық негіздері, әдіс тәсілдерін және практикалық қолдану жолдарын меңгерту. Экотуризмді тұрақты дамыту жағдайында тиімді маркетинг стратегиялары мен эко-бренді қалыптастырудың маңыздылығы. Дәрістің міндеті экотуризм және экотуристік нысан ұғымдарының мәнін ашу. Экотуризм саласындағы маркетингдің ерекшеліктерін сипаттау. Экотуристік өнімнің құрылымы мен құндылықтарын талдау. Экотуристік нарықты сегментациялау және мақсат аудиторияны анықтау. Экотуристік нысандардың брендингі ұғымын, бренд элементтері мен бренд стратегияларын түсіндіру. Экотуристік брендті қалыптастыру мен позициялау жолдарын көрсету. Экотуризмдегі цифрлық маркетинг пен диджитал құралдарының ролын бағалау. Енді бұл экотуристік жүйені экотуризм саласындағы туристік нысандарды немесе объектілерді әлемдік деңгейге таныту. Мысалы, Чарын каньон десе, Қазақстан Республикасы мысалы автоматты түрде. Ал енді Гранд каньон десе, Америка Құрама Штаттары. Мысалы, экологиялық объектілердің өзіндік ерекшелігі. Мысалы, Бозжыра десе, Маңғыстау өлкесі міндетті. Осы сияқты объекті әлемдік танытқан объектілері. Мысалы, Гализия десек, Италия есімізге түседі. Мысалы, Мысыр пирамидалары десе, автоматты түрде Египет есімізге түседі. Мысалы, Таж-Махал кесенесі десе, Үндістан мемлекеті міндеті. Мысалы, осы сияқты объектілерді брендтік деңгейге жеткізу, мемлекеттік тұрғыда немесе аймақтық тұрғыда, осы сияқты деңгейге жету үшін ең біріншісі ол объектілердің біз бар мүмкіндіктерін көрсетуіміз қажет. Ал енді осы кімдерге көрсетеміз? Келген туристерге, тұтынушыларға көрсетуіміз керек. Ал енді оларға көрсету үшін біз инфрақұрылым, әлеуметтік инфрақұрылым, сонымен қатар туристік инфрақұрылым, оның ішінде туристік қызмет көрсету, сапасын жоғарылығы, осының барлығы ақырын бір жолда бренд қалыптаспайды. Сондықтан ақырын жүзеге бренд қалыптасу үшін ең біріншісі қызмет көрсету. Қызмет көрсетілгеннен кейін барып біз имиджді қалыптастыруымыз керек. Имидж қалыптасу үшін қызмет көрсету. Ал енді имидж қалыптасып болғаннан кейін бренд белгілі бір уақыттарда қалыптасады. Сондықтан кез келген нені жүзеге асыру объектілерді әлемге таныту, оның брендке айландыру өте күрделі ұғым. Сондықтан біз ақырын жүзеге асырамыз. Сондықтан енді бүгінгі дәрісімізде экотуризмнің мәні мен ерекшеліктері. Экотуризм табиғи аумақтарға жауапты түрде саяхат жасау, қоршаған ортаны қорғауға, жергілікті халықтың әл-ауқатын арттыруға және экологиялық білім беру бағытталған туризм түрі. Енді экотуризм бұл қарап отырсақ, жергілікті халықтардың объектілерді көре отырып, жергілікті халықтардың әлеуметтік тұрмыстық деңгейін қалыптастыруымыз керек. Жергілікті халықтарды жұмыспен қамтамасыз етуіміз керек. Жұмыспен қамтамасыз етілгеннен кейін бар, оларда айлық беріледі, тұрмыстық деңгейі, инфрақұрылым барлығы жақсарады. Сондықтан жеке кәсіпкерлерде мысалы кез келген туристік объектіге баратын болсақ, ең біріншісі жол мәселесі. Ал енді ол жол мәселесі шешілгеннен кейін, одан кейін оған бару, көліктік инфрақұрылым жақсарады. Одан кейінгі бізде орналастыру орындары, кемпингден бастап 5 жұлдызды ресторанға дейін. Ал одан кейін бар тамақтану процестері, мейрамханалар, кафелер, асханалар, нелердің түрлері ашыла бастайды. Одан кейін барып адамдарға
коммерциялық әлеуметтік инфрақұрылымдар міндетті түрде қажет болады. Сондықтан міне осыны басты назарда ұстауымыз керек. Экотуризмнің негізгі қағидаттары табиғи ресурстарды сақтау, биологиялық әртүрліліктерді қорғау. Енді табиғи ресурстарды, объектілерді біз адамдарды қалыптан әкеп оларды флора мен фаунаны экологиялық ресурстарды бүлдіруге, оны өртеуге біз емес, біздікі ең бірінші көрсету және сақтау ең бастысы табиғатты. Ал енді биоэкологиялық әртүрлілікті қорғау, енді ол жердегі неше түрлі флора мен фаунаны сақтауымыз керек. Жергілікті қауымдастықтарды тарту. Енді осы белгілі бір объектілердің Алматыдан, Астанадан бір қызметкерлерді, жұмысшыларды, персоналдарды шақырып әкелу қиын. Сонда жергіліктерді оқыту, үйрету, білім арттыру арқылы соларды жұмысқа тарту. Экологиялық ағарту және жауапты мамандарды қалыптастыру. Енді қазір біздің елімізде 167 қорықша, 10 қорық, 5 ұлттық парк бар. Осылардағы сияқты объектілерді істейтін жергілікті туристік орталықтар бар. Экопарктердегі жергілікті мамандарды тарту. Жергілікті халықтардың арасында экологиялық ағарту, табиғатты сақтау, қоршау, әрбір аймақтардағы ерекшеліктерді қорғауға талпындыру керек. Әрбір қорықтар мен қорықшалардың жергілікті аймақтар әрбір жерде әртүрлі экологиялық ресурстарды сақтауға әсер етеді. Сондықтан мысалы Арал аймағында қандай экологиялық аймақ? Бұл жерде біз нені сақтауымызға бар? Аралда көбінесе осы Арал мәселесі бұл су тапшылығы. Суларды қалай қалыптастырамыз? Ал енді мысалы Мойынқұмда мысалы сексеуілдерді сақтау. Мысалы осы сияқты қызыл кітапқа енген объект нелерді қорғауға айландыруымыз керек. Экотуристік нысандардың түрлері, ұлттық парктер мен қорықтар, бұны айттым, табиғи резервтер, бұларды да айттым сіздерге. Етно ауылдар мен ауылдық экотуризмнің объектілері. Енді етно ауылдар әрбір аймақтардың өзінің ерекшеліктері бар. Біз соларды қалыптастырып сақтап қалуымыз керек. Әрбір ауылдардың, елді мекендердің өзіне тән бір объектілері болады. Біз сол объектілерді қалыптастырып сақтап қалуымыз керек. Енді экологиялық соқпақтар. Бұл енді экологиялық соқпақтар тропиктер деп аталады. Енді осы соқпақтарды тұрақты түрде ретке келтіріп, бұрынғы сияқты емес, әдемілеп отырып сақтап, одан кейін сол соқпақтардың екі жаққа бет алды таптамауға, ландшафтты бүлдірмеуге біз кішкентай соқпақтар жасауымыз керек. Соқпақтарды әзіргі заманға сай лицензиялар алып, қоршаулар жасау арқылы үлкен, мысалы, аудиторияға ыңғайлы адамдарды тартуымыз керек. Ыңғайлы жағдай жасауымыз керек. Ол жердегі мүмкіндігі шектеулі жандар болады. Көзі алыстан көрмейтін, биіктен қорқатын әрбір. Сондықтан енді осы соқпақтарды біз объектілерді көрсетуіміз керек. Белгілі бір нүктелерде объектіні көруге мүмкіндіктер жасауымыз керек. Және ұзын соқпақтарды ретке келтіріп отыр, табиғатты бүлдірмей, ең бірінші қауіпсіздік мәселесі, екіншісі табиғаттың сақтау мәселесін салу керек. Одан кейін орман, тау, көл, шөл аймақтардағы рекреациялық нысандар. Енді осы нелерді сақтап отырып, біз орманды өртемеуге, таулардағы шатқал беткейлердің құламауына, көлдердің ластануы, шөлдің аймақтардағы басқа да табиғи, мысалы, ешқашан әйнектер, мысалы, өрт туындайтын. Одан кейін, мысалы, салапандарды тастамауға, тамақ қалдықтарын тастамауға, осындай нелерді біз қалыптастыруымыз керек. Экотуризмдегі қазіргі даму үрдістері, тұрақты туризм концепциясының күшеюі, жасыл экономикамен байланысы, экотуризмдегі цифрландыру, халықаралық эко-брендтер мен сертификаттардың ролы. Біз осы сияқты әзірге енді тұрақты туризм концепциясы арасында жақсы, әрбір аймақта